Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 20 қараша күнінен бастап еліміздің барлық жерлерінде қауіпсіз қоғам атты акция өз бастауын алды. Бұл акция барысы біздің де өңірде өте жоғары деңгейде өтуде. Полиция департаментімен бірлесе отыра жастар қанаты бүгінгі таңда қаладағы барлық жерлерде осы акциямызды жүргізіп жатырмыз. Бұл акцияның негізгі мақсаты бұл қалада қауіпсіздік қамтамасыз ету. Бүгін біздер қаламыздағы номер 6 мектептің аумағында осы мониторинг жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.